Pinduoduo сайтына кіресіздер. Бүгін біз товар таңдаймыз. Кез келген бір товарды таңдаймыз. Мысалы, мына кардиганды алайық. Үстінен басасыздар. 23,91 юань. Қоңыр және қара цветінен бар бұдан. 6041 штук өткен. 23,91 юань деген үстінен басасыздар. Енді размерлер шығады. Қараның үстінен басқанда М, L, XL деген размерлер бар. Қоңырдың үстінен басаңызда, олда тоже 3 размер қалған екен. Енді егерде заказ беретін болсаңыздар, 23,91 юань дегенді басасыздар. Қызылды басасыздар. Және мен заказ бермеймін, сондықтан мен баспаймын ештеңені. Енді сіздерге қазір есептелу жолын үйрететін боламын. Мұқият қараңыздар. Калькуляторға Google-ге кіріп юань теңге деп жазасыздар. 1 юань 66,95 теңге екен. Енді қазір калькуляторға кіріп сіздерге 29,91 юаньды қосамыз 3-ке. Себебі бізден жаңағы Pinduoduo сайтында 3 юань қосып алады. Сонда 32,91 юаньды теңгеге айналдырғанда 2204 теңге деп алайық. Сонда мына біздің мына кардиганымыз 2204 теңгеге шығады. Енді егерде мына кардиган ұнайтыңызда, бұда кардина деген жоқ, бірақ астында жүрекше бар. Сол жүрекшені басып, өздеріңізге сақтап алсаңыздар. Мына кардиганды көрдіңіздер, ұнаса мына жүректі басасыздар. Магазинге кірудің 2 жолы бар. Біріншісі осы түсе бергенде мына жерде тұрады. Екіншісі мына жұлдыздың қасында магазин. Кіріп қарасаңыздар болады. Неше түрлі жемпірлер бар, көріп тұрған, кофталар бар, көріп тұрғандарыңыздай. Кез келген ұнаған алсаңыздар болады. Қазақстаннан 2-3 есе арзан бұл жерде барлықта бар. Осылай магазинге осылай кіріп қарайсыздар. Енді магазиннің рейтингісін қалай білесіздер? Міне магазиннің рейтингісі осы жақсы болып тұрғаны. 5 жұлдызша осылай қызыл болып тұрса, онда бұл магазин рейтингісі жақсы, бұл магазиннен товар ала беруге болады деген сөз.